Сырлы бөжек. Бір бар екен, бір жоқ екен. Қырымның ең güzel яйлаларының бірінде қырмызы бөжек яша екен. Язда о күн өз достарымен ойнап шенленген. Бір күн досты көбелек достарыны өз туған күніне дәвет еткен. Қырмызы бөжек ешбір вақыт böyle мерасемге бармаған. О мерах етіп, туған күн о насыл күн деп түшінген. Көбелекнің туған күніне дүлбер, бенекли көбелеклер, қыз бөжеклері, балқұртлар ұшып келді. Әркез көбелекні туған күнінен қайырлап бақшышлар берді. Қайырлы яшлар олсын, достым көбелек, деді қырмызы бөжек ве көбелекке дүлбер құтычықта өзі жиған чечек тұзыны бақшыш етті. Бұл вақыт бенекли көбелеклер қырмызы бөжекке бақып, «Сен кімсің? Не үшін сенің қанатларында бізімкі кебі дүлбер бенеклер жоқ?» деділер. «Білмейм, мен садыче бір бөжегім», деді қырмызы бөжек. «Я сенің туған күнің не вақыт?» сұрадылар көбелеклер. «Білмейм», деді қырмызы бөжек. Бұл арада көбелек лезетлі чечеклі тортны кетірді ве әркез торт ашамаға ашықты. Қырмызы бөжек есе кедерленіп чечекте отырды. Оның янына мераметлі güzel чечек перісі келіп: «Не олды саңа, не үшін сен башқалармен шынленмейсің?» деп сұрады. Қырмызы бөжек әршейні тариф етті ве чечек перісі она: «Кедерленме, қырмызы бөжек, шымды мен сенің қырмызы қанатларына бенеклер бағышларым. Сенің туған күнің бүгін olur ве бүгінден башлап сенің адың сырлы бөжек олacak». Сырлы бөжек өзіні пек бақытлы сезді. Бұндан соң Қырымның ең güzel яйларында өз достарымен сырлы бөжек де ойнап шенленді.